Қайырлы кеш, қайырлы күн баршаңызға. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Отчеттің уақытын үлгермей жатқан болсаңыздар, яғни налоговыйдан кез келген отчетыңызды, мысалға, бүгін 15 февраль уже отчет уақытының соңғы күні. Енді сіздерге отчеттің уақытын созуды бұл жерде көрсетейін деп жатырмын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Бұл сіздердің маған деген рахметіңіз, және мен сіздерге қалай созу керектігін туралы көрсететін боламын. Кеттік. Лайк басуды ұмытпаңыз. Налоговый заявлениеге кіреміз. Мінекей кабинетімізге бірінші кіріп аламыз. Клиентіміздің налоговый заявлениеге кіреміз. Мінекей төменге түсеміз де продление представления налоговой отчетности, уведомление о продлении срока представления налоговой отчетности осыны басамыз. Басқаннан кейін бізге осындай бет шығады. Мына жерде код формы, мына жерде 3-ші пунктте 212-ні белгілейміз. Одан кейін код формы 910 ба, 220 ма, сізге қайсы керек, 915 формаларын басамыз. Мына жерде қай форманы жазасыз, мысалға 910, 220, 200 формаға қайсысын созғыңыз келеді. Мінекей кварталыңызды белгілейсіз. Одан кейін уақытын, мысалға бізде қазір менің положениемде 910 форма, екінші полугодие. Мына жерде 2023 дейміз, себебі сол жылдың екінші полугодиясын тапсырып атқандықтан осы 2023 жазамыз. Енді мына жерге астына угоданы жазамыз. Угоданы жазғаннан кейін проверить заполнение дейміз. Ошибок нет. Ошибок нет болғаннан кейін отправить ОГД. Паролін тереміз. Енді тексеру үшін ең астында найти батырмасын басқаннан кейін обработано в ОГД деп жазылып тұр, ОГД деп. Уведомлениені басамыз. Уведомлениені басқаннан кейін ашып көреміз уведомлениемізді. Қай уақытқа дейін созылды? Бұл бізде 18 мартқа дейін созылған екен. Бұл бізде 18 мартқа дейін созылған, яғни бізде низкий, средний соған байланысты уақыты созылады. Егер сізде уақытты тапсырмаған болсаңыз, алдыңғы кварталдарда сіздерде аз уақыт беріледі. Бізде енді ештеңе жоқ, сондықтан бізге көбірек уақыт берілген. Срок предоставления с учетом продления 18 март дейді. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Маған лайк басып қолдап кетіңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.